Қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз дейтін салфетка тігіп үйренеміз. Ол үшін төртбұрыш қылып 50-50 матаны қиып аламыз. Содан соң осындай трафарет қиып аламыз. Мына жағы 6,5, асты 10. Осындай 3 бұрыш дайындап алғаннан кейін оны мына бұрышына апарамыз. Осындай болып сызып аламыз. Әрбір бұрышын іш жағынан, матаның ішкі жағынан, теріс жағынан, сөйтіп сызып аламыз. Сызғаннан кейін мына бұрышын екіге бөліп, үстіп бүгеміз. Көрдіңіздер ме? Екі жағын. Бүккен сызықтың үстімен тігіп шығамыз. Бірақ соңына дейін до конца тікпейміз, кішкене қалдырамыз. Обратно. Сонда мындай болып қалады. Мынадай до конца тігілмеу керек. Осы жерге дейін тігеміз. Қалғанын кесіп тастаймыз. Кескенде мына бұрышын алып тастаймыз. Көрдіңіздер ме? Сонда мына айналдырғанда осындай бұрыш шығады. Салфетканың бұрышы. Мынаны ішіне айналдырып, шетін үстіп тігіп шығамыз. Бос жерін астына қайырамыз, тігеміз. Тігуге ыңғайлы болу үшін осындай инелермен бірінші торт жағын үстіп дайындап қадап алуыңызға болады, өзіңізге ыңғайлы болу үшін. Осылай шетінен тігіп шығамыз. Осындай болып шықты бір жағы. Осындай шоқпалы тартында. Сөйтіп барлық төрт жағын үстіп тігіп шығамыз. Төрт жағын тігіп шықтық. Енді инелерді алып өтекпен бастырып шығамыз. Жақсылап бастырып аламыз. Осындай салфетка шығады.